Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қайырлы күн. Алматы қаласы Қонаев атындағы колледждің география пәнінің оқушысы Көбенова Жанар Мәжитқызы. Менің авторлық бағдарламам Қазақстанның қасиетті географиясы. Авторлық бағдарламаның мақсаты ұлттық бірегейлікті сақтау, Қазақстанның 100 киелі жерлерімен таныстыру, тарихи және мәдени тарихи ескерткіштерді насихаттау, Қазақстанның қасиетті географиясының ақпараттық көздерге енгізу. Авторлық бағдарламаның міндеті Қазақстанның киелі жерлер жобасы мен рөлінің орнын анықтау, оқушылардың бойындағы ұлттық құндылықтарды қалыптастыру, Қазақстанның патриотизм, ұлттық жауапкершілік, қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрін құрметтеу, оқушылардың білім деңгейін көтеру. Бағдарламаның өзектілігі зерттеуге байланысты іскерліктер мен дағдылардың негізінде қалыптастыру, білім алушылардың өз бетінше білім алу белсенді іс-әрекеттерін ұйымдастыру, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланып дағдыларын дамыту. Яғни ұйымдастыру формалары әңгімелесу, зерттеу, виртуалды экскурсиялар арқылы жүзеге асырылады. Менің авторлық бағдарламам 3 бөлімнен тұрады. Бірінші, Қазақстанның киелі жерлері қайда? Қазақстанның аномальды жұмбақ жерлері. Бұл авторлық бағдарламаның бірінші бөлімі. Екінші, авторлық бағдарламаның екінші бөлімі ерекше қастерлі табиғат ескерткіштері мұралар. Үшінші бөлімі Қазақстанның, яғни табиғи тарихи ескерткіштері. Бұл авторлық бағдарлама 34 сағатта берілген қысқа мерзімді жоспар бөлімінде берілген. Ол жерде сабақ жоспары беріледі. Оқушылардың білім деңгейін көтеру үшін салыстырмалы зерттеу, жіксі әдісі, миға шабу әдісі арқылы іске асырылады. Бұл жерде бұл авторлық бағдарламаның факультатив сабақ ретінде жүргізілу кезінде жоғары оқу орындарының мұғалімдерімен жаңа колледж оқушыларының арасындағы байланысты қалыптастыра отырып, яғни сыртқа экскурсия арқылы, онлайн білім арқылы, яғни зерттеу арқылы, маршруттық арқылы іске асырылады. Қазақстанның солтүстігінен оңтүстігіне қарай, батыстан шығысқа қарай, орталықта алып жатқан Қазақстанның табиғи ескерткіштері айтуға болады. Мысалы, солтүстік Қазақстанда Көкшетауда, Оқжетпесті, Бурабайды, шығыс Қазақстанда Қатон-Қарағайды, сол сияқты Алматы облысындағы Тамғалтасты, Шағын каньонын, Көлсайды деген сияқты біздің қазақтың көп жерлерін айтуға болады. Батыс Қазақстандағы, яғни Бекет Ата мешіті, тауда кездесетін, орталық Қазақстандағы ұлы тауларды, қандарды көтерген осындай жерлерді біз еске ала отырып, оқушылардың білім деңгейін қалыптастыру кезінде картамен жұмыс жасай отырып, практикалық білімдерін кеңейте отырып, балалардың, яғни оқуға деген дағдысын қалыптастыру. Яғни осы жерде балалардың білім деңгейімен бірге балалар жан-жақты өзінің еліне деген, отанына деген, табиғатын сүюге білім деңгейін көрсеткішін біз қалыптастырамыз. Бұл факультатив сабақ қысқа мерзімді жоспарда берілгенімен балалардың, яғни колледж көлеміндегі білім деңгейін көрсету мақсатында жүргізіледі. Қорытындылай келе, менің авторлық бағдарламам, яғни балалардың білім сапасы мен табиғат көрсеткіші, табиғаттағы кездесетін, яғни тарихи және табиғи ескерткіштерді болашақта одан ары қарай зерттеу мақсатында қолданамын. Тыңдағандарыңызға рахмет.